Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Ұстаз Ерсін Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Тамағымыз ауырып тұрса да сабақты қалдырмай өтейік деген ниетпен жиналып отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кім Құран оқыған кезде оған қиын болса, оған тағы да қосымша сауап бар дегенде, иншалла сөйлегенде де қиналып отырсақ, оған да бір тағы да қосымша сауап болар деген ниетте иншалла сабақты жалғастырамыз. Біз өткен мәжілісімізде, өткен сабағымызда Бақара сүресінің әуелгі 5 аятын үйренген болатынбыз. Әуелгі 5 аят Алла субханала тағалаға шынайы иман келтірген, ертең қияметте құтылушылардан болған пенделердің сипатын баяндаған. Алла субханала тағала келесі аятта мұъминдердің қарсыласы болған, Аллаға иман келтіргендердің қарсыласы болған Құдайға сенбейтіндер, яғни кәпірлерді, олардың халін баяндап береді. Арабтарда бидиддиха татамайязул ашияу деген сөз бар, яғни бір нәрсені жақсылығын білу үшін жаман жағымен таныс болуың керек. Мысалы, адам күндіздің нығметін білу үшін түнді білуі керек, тәттінің нығметін білу үшін әшшіні білу керек деген секілді. Мұъминдерді біз білдік. Енді мұъминдердің қарсыластары кім? Оларға қарсы топтар қандай топтар? Алла субханала тағала бізге соларды сипаттап береді. Келесі аятта Алла субханала тағала айтады: «Инналлазина кафару сауаун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишава ва лахум азабун азим». Ақиқатында кәпірлерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір олар иман келтірмейді деді. Яғни бұл 6-шы аят. 7-ші аятта Алла олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойған, көздері перделенген, ақиқатты естімейді және көрмейді, олар ақиретте ауыр жазаға ұшырайды деді. Яғни бұл 2 аят Алла субханала тағалаға иман келтірмеген және күпірліктерін, иман келтірмегендіктерін жасырмаған қауым жайында, анық кәпірлер жайында келіп тұрған аят. Алла субханала тағала олар жайында айтады: «Инналлазина кафару». Ақиқатында кәпір болғандар, Аллаға сенбегендер, күпірлік келтіргендер, сауаун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум. Оларға бәрібір сен ескертсең де, ескертпесең де деді. Біріншіден, кафару күпірлік сөзі араб тілінде негізгі мағынасы жасыру дегенді білдіреді. Кафара деген сөз жасыру дегенді білдіреді. Кәфир, кәпір адам, ақиқатты жасырушы адам. Араб тілінде егіншіге де кәфир деген сөз қолданылады. Неге? Себебі ол жерге дәнді қойып, оны топырақпен жабады. Түнге араб тілінде кәфир деген сөз қолданылады. Себебі ол өзінің қараңғылығымен барлық нәрсені жабады. Яғни куфр деген сөз жабу дегенді білдіреді. Кәфир тікелей тілдік мағынасы жабушы, терминдік мағынасы діндегі ақиқатты мойындамай, ақиқатты жабушы дегенді білдіреді. Кәфір Алла субханала тағалаға, Алладан келген кітапқа, пайғамбарымызға, жалпы дінге иман келтірмеген адам. Сауаун алейхим аанзартахум. Оларға бәрібір сен ескертсең де, ескертпесең де дейді. Араб тіліндегі ескертудің түрлері көп,
инзар деген мына осы Құранда осы аятта келген инзар, яғни ескерту болғанда қорқыныш жағын айтып, ертең ахиретте тозақ бар екендігін, азап бар екендігін айтып ескертсең де дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құранда сипаты келген баширан ва назира, сүйіншілеп және ескертіп, адамдарға сүйіншілеуші және ескертуші етіп жіберілді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханала тағала айтып жатыр: сен оларды ескертсең де ескертпесең де бәрібір деді. Қараңыздар, ар жақта тақуаларға Алла субханала тағала өзінің кітабын худан лил муттақин, тура жол болады деді. Яғни олар Құраннан пайда алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескерткенде ең бірінші Алланың кәләмімен ескертеді. Алланың кәләмінен тақуалар пайда алып жатыр, иман келтіргендер. Ал мынау кәфірлерге сен ескертсең де ескертпесең де бәрібір деді. Яғни олар Құранға сенбегендіктен де, Құранға иманмен келмегендіктен де Құраннан пайда ала алмайды. Сауаун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Олар иман келтірмейді деді. Бұл аят кімдер жайында? Біз кез келген дінге келмеген, басқа дінде жүрген адамға бұл қанша айтсаң да исламды қабылдамайды, қанша айтсаң да ақиқатты түсінбейді, бұған ескертсең де ескертпесең де бәрібір деп айтуымызға болады ма? Ғұламаларымыз бұл аят негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханала тағаланың білдіруі деді. Бұл аят бір топ яһудилер жайында түскен деген Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риуаят келеді. Және екінші бір риуаят, бұл аят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туысқандары болып келетін, өзінің тайпасынан, Құрайш тайпасынан болған Абу Лахаб, Абу Джахл секілді кәпірлерге қатысты түскен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің қауымының дінге келуін қатты қалайтын. Олардың азапта болуын ертең Алланың алдына барған кезде тозақта қиналуын қаламайтын. Оларға хидаятты қалайтын. Құранда Алла субханала тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жағдайын сипаттап: «Лааллака бахиун нафсака аля атharihim иллам юъмину бихадал хадиси асафа» деді. Яғни олар бұл Алланың кәләміне иман келтірмеді деп сен өзіңді қинап, солардың артынан сонша уайымдап қайғырасың ба деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уайымдап қайғыратын еді. Ал мына аятта Алла субханала тағала сол белгілі адамдар жайында: олар күпірлікпен өледі, олар иманға келмейді, олар үшін қатты қайғырып шаршамай-ақ қой деп пайғамбарымызға Алла субханала тағала жеңілдік беріп жатыр. Бұл бір жеңілдік. Ғұламаларымыз сол үшін айтады: «Әл-ясу ихдар рахатайн» деді. Яғни күдер үзу бұл рахаттың бір түрі деді. Яғни мысалы, сен бір істі жасамақшысың. Осы іс болады ма, болмайды ма, жүріп кетеді ме, жүріп кетпейді ме деп білмейсің. Білмеген кезде сен уайымдайсың, қайғырасың, сол үшін әрекет жасайсың. Ал бірақ ол істің жүріп кетпейтінін білген кезде қолыңды сілтей саласың. Яғни ол үшін шаршамайсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханала тағала ол кәфірлер әлгі мен саған білдірген, олардың кәпір өлетіндігін, олар қанша ескертсең де иман келтірмейді деп жатыр. Яғни бұл аят белгілі бір яһудилерге қатысты, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның туысқандары болып келетін сол Құрайш тайпасынан болған күпірлікпен өлген белгілі арабтарға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тайпасынан болған адамдарға қатысты. Және ғұламаларымыз айтады, бұл күпірлікте өлген, иман келтірмей дүниеден өткен адамға қатысты деді. Яғни бір адам күпірлікпен өтіп кетті, ислам қабылдаған жоқ. Бұл адамға Алла субханала тағаланың ескертулері пайда берген жоқ. Бұны біз қашан айта аламыз? Дүниеден өткеннен кейін айта аламыз. Мынау
әлгі ескертсең де ескертпесең де бәрібір иман келтірмейді деген адамдардан екен ғой деп дүниеден өткеннен кейін айта аламыз. Ал дүниеден өтпей тұрған кезде Алла субханала тағала бізге ешкімді білдірген жоқ. Мынау мұсылман болып өледі, мынау кәфір болып өледі деп. Біз өзіміз де білмейміз қандай халде өлетінімізді. Сол үшін де ешкімге мынаның жүрегіне мөр басылған, мынау иман келтірмейді қанша ескертсең де деп айтуға болмайды. Бұлай айту, бұл Алланың атынан сөйлеу болып есептеледі. Бұл ауыр күнә болып есептеледі. Біз адамдардың барлығына жақсылықты қалаймыз. Иншалла Алланың дінін қабылдар деген үмітте боламыз, сөйтіп әрекетімізді жасаймыз. Яғни бұл аятты біз кез келген сәл қарсылық білдірген адамға, немесе дінді жамандап жүрген адамға қолданып, бұған бәрі бұны ескертсең де ескертпесең де бұл иман келтірмейді. Себебі бұның жүрегіне мөр басылған, құлақтары, жүректері бітелгендер деп айтуға болмайды. Омар радиаллаху анху исламға келмей тұрған кезінде кейбір мұсылмандар Омардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды деп айтқан еді. Сондай сөз бар ғой, естігенсіздер ме? Омардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды. Қойшы соны, сондай бір сотқар, бұзық адам мұсылман болады дейсің бе деген сөзді айтқан еді. Бірақ қараңыздаршы, Омар радиаллаху қандай адамға айналды. Исламдағы пайғамбарымыздан кейін, Абу Бәкір радиаллаху анхудан кейінгі ең абзал адам. Үшінші адам болып тұр. Және ол кісінің әділдігі, ол кісінің хикаялары, яғни қияметке дейін мұсылмандар басын көтеріп, көкірегін керіп, мақтанып айталатын оқиғалар. Сол үшін де біз иншалла үмітте боламыз. Үмітте боламыз. Және кім мұсылман болып өлсе, ол адам жәннаты, кім кәпір болып өлсе, ол адам тозақы дейміз. Бірақ бір адам кәпір болып тұрған кезінде мынау тозақы деп, немесе бір адам мұсылман болып тұрған кезде мынау жәннаты деп айта алмаймыз. Себебі әл-аъмалу бил-хауатим, яғни соңғы іс есепке алынады, соңғы жағдайың есепке алынады. Сен қандай халде өтесің, оны білмейсің. Сол үшін де бұл аят ешкімге Алланың атынан сөйлеуге, бір адамдарға қатысты болды бұл деп, яғни футболдың тілімен айтатын болсақ, қызыл карточка беріп, алаңнан шығарып жіберуге, оны Алланың рахметінен шығарып қоюға ешкімнің ақысы жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханала тағала белгілі адамдарды білдірді. Және бұл аят дүниеден кәпір болып өлген адамға айтылады. Кәпір болып өлсе, мұсылман болмаса, бұған ескерту пайда бермеді. Бұл Бақара сүресіндегі 6-7 аятта сипаты келген адамдардан екен деп айта аламыз. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим. Алла субханала тағала олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды деді. Олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды. Ғұламаларымыз айтады, негізінде жүрек адамның ойланатын, пікірлейтін ағзасы деді. Сол үшін де Құранда көптеген аяттарда лахум кулубун ла яқилуна биха. Олардың жүректері бар, бірақ ол жүректермен олар пікірлей алмайды, ойлана алмайды деді. Негізінде адамның ойланатын, пікірлейтін жері бұл оның жүрегі. Енді бұның қаншалықты адамның миымен байланысы бар, қалай ақыл негізі жүректеме бастама деген секілді мәселе, бұл енді қиын мәселе, бірақ жалпы біз Құранға қарадық. Құранда Алла субханала тағала адамның ақыл жүргізетін, пікірлейтін жері жүрегі екендігін айтты. Сол үшін де бұл жерде жүректерге мөр басылған деп жатыр. Жүректері бітелген деп жатыр. Алла субханала тағала олардың жүрегін бекітіп қойып, олар исламды қаласа да, оларды исламнан тосып қойған жоқ. Құранда Алла тағала وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Алла пасықтарды адастырады деді. Яғни ол адам өзі соны қалайды, өзі ақиқатты қабылдамайды, пікір жүргізбейді. Алла субханала тағала оны сол нәрсесіне тастап қояды. Сол нәрсесіне тастап қояды. Оның әлгі күпірлігі, оның қарсыласуы, оның жүрегін бітей береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде адам бір күнә істейтін болса, жүрегіне бір дақ түседі деді. Егер тәубе етсе, қайтадан тазарады. Тәубе етпей, тағы да күнә істесе,
тағы қарадақ түседі, тағы қарадақ түседі. Сөйтіп жүрек қап-қара болып кетеді. Яғни оның жүрегі осылайша қатайып ақиқатты қабылдаудан ұзақтай береді. Барлық іс Алладан. Бірақ бұл жерден Алла олардың жүрегіне мөр басып қойды да, олардың жүректері ақиқатқа ашылмайды, ақиқатты қабылдамайды деп түсінбеу керек. Олардың амалдарының себебімен олар соны қалап тұр, өздері ақиқат тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Алла субханала тағала олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды. Құранда бұл жерде Алла субханала тағала бірінші жүректен кейін құлақты айтып тұр. Неге? Себебі жалпы ақиқатты есту, ақиқатты қабылдау бұл құлақтан болады. Яғни негізінде дәлел адамға құлағынан келеді. Алла субханала тағала ол өзінің ақылымен пікір жүргізе алмайды, Алланың бар екенін, бір екенін мойындамайды және келген дәлелді де қабылдамайды деді. Құран оқып жатсаң, Құрандағы Алланың ашық аяттарын оқып жатсаң да, оған Алланың құдіретін бізді қоршаған ортадағы көрсетіп жатсаң да, ол оны қабылдамайды, тыңдамайды. Және олардың көздері перделенген деді. Олар Құранды естиді, бірақ пайдалана алмайды. Ақиқатты көреді, бірақ одан пайда ала алмайды. Құранда Алла субханала тағала мысалы олар саған қарап тұр, бірақ сені көрмейді деді. Қарап тұр. Яғни ол Құранды естиді, ол мысалы оның құлағына кіреді. Бұл есту айтылып жатқан жоқ бұл жерде. Бірақ әлгі сол естуден пайда ала алмайды. Және көзі перделенген, яғни Алланың ақиқат екендігін, діннің ақиқат екендігін көрсететін нәрселерді көрген кезде ол тек қана сыртқы көрінісін көреді, одан ғибрат алып пайда ала алмайды. Құранда қарсы болғандар кәпірлер дүниенің тек қана сыртқы көрінісін біледі деді. Олар осындай көздері перделенген, ақиқатты көрмейтін адамдар. Және оларға ертең Алланың алдында ауыр азап бар дейді. Жүрекке мөр басу дегенге қатысты Хасан аль-Басри рахимахуллахтан мынандай бір риуаят келеді екен. Ол кісі айтады, жалпы дүниеден кәпір болып өтетін адамның жүрегінде мөр болады дейді. Сол мөрден оны періштелер таниды және оны жақтырмайды, оны жақсы көрмейді дейді. Сол секілді бұл дүниеден мұъмин болып өтетін адамның жүрегінде де белгі болады, сонымен періштелер оны біледі, оны жақсы көреді деді. Оны жақсы көреді, оған дұға жасайды деді. Яғни ол адам кәпір болып тұрған болуы мүмкін, немесе кәпір болып өлетін адам мұсылман болып тұруы мүмкін, бірақ оның әрқайсысының жүрегінде Алла субханала тағала мөр басып қойған, яғни оның жүрегінде белгі болады дегенді айтады. Алла субханала тағала осы екі аятпен кәфірлердің халін баяндап берді. Осымен кәфірлерге қатысты аяттар бітіп тұр. Қанша аят бұл жерде? Екі аят. Одан кейінгі үшінші топ, мұсылмандардың қарсыласы болған үшінші топ бар, олар екі жүзділер, мұнафиқтер. Оларға Алла субханала тағала 13 аят арнады. Оларға 13 аят арнап тұр. Кәпірлерге 2 аят, мұнафиқтерге 13 аят арналды. Бұл да болса мұнафиқтердің зиянның кәпірлердіңкінен ауыр екендігі, олардың Алланың алдындағы халі кәпірлерден де жаман екендігін білдіреді. Сол үшін де Құранда Алла субханала тағала «Иннал мунафиқина фид даркил асфали минан нар». Мұнафиқ деген 200-ді. Мұнафиқ дегеніміз Бақара сүресінде сипаты келген мұнафиқтер, бұлар жүрегінде күпірлік болған, тілінде иман келтірдік деп мұсылман болып жүрген адамдар жайында айтылып жатыр. Жалпы мұнафиқтың бірнеше түрлері бар. Ғұламаларымыз имандағы мұнафиқ бар және амалдағы мұнафиқ бар деді. Сенімдегісі ішінде кәпір, иман келтірмейді, сыртында мұсылманмын деп жүрген адам. Ал амалдағы мұнафиқ ол түрлі деңгейде бола береді. Мысалы, парыз намаздарын оқымайды, адамдардың көзінше оқиды. Немесе парыз намаздарды оқиды,
сүннеттерін жеке болса оқымайды, адамдармен, достармен болса ұялғаннан оқиды. Бұл да негізі мұнафиқтың болып тұр, қарап отыратын болсақ. Бірақ бұл амалдағы мұнафиқ. Немесе жеке қалған кезде намаз тез оқиды, достармен, тағы да басқа адамдармен болған кезде намазын ұзағынан көркемдеп оқиды. Бұны амалдағы мұнафиқ дейді. Ал иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Мұнафиқтер тозақтың түбінде, ең төменгі дәрежесінде болады деген аяттағы мұнафиқтер, бұлар мұсылманбыз деп жүрген, бірақ іштерінде күпірліктерін жасырып жүргендер. Бұлардың деңгейі кәпірлерден де жаман. Неге? Себебі кәпір адамдарды алдап жатқан жоқ, мен мұсылманмын деп. Ал мұнафиқ алдап жатыр. Мұнафиқ адамдарды алдап жатыр. Кәпір жалғаншы болғысы келіп жатқан жоқ. Өзіне жалғаншы болуды разы болған жоқ. Жоқ, мен иман келтірмеймін деді. Ал мұнафиқ адам ол жалған сөйлеуді қабылдап, жалғаншы болуға да разы болып тұр. Бұлай сөйлейді, негізі өзінің жағдайы бұлай. Сол үшін Алла субханаху тағала бұлардың деңгейі жаман болғандықтан да, бұлардың зияны ауыр болғандықтан да бұларға 13 аят арнады. Араңда жүреді. Сен оны досым деп ойлайсың, ол сенің дұшпаның. Сен оған сеніп сырыңды айтасың, ол сенің дұшпандарыңа барып сырыңды жайып береді. Сен мысалы оған көмектесесің, ол барады сен дұшпандарыңа көмектеседі. Іштен шыққан жау жаман деп бізде қазақта сол үшін айтады. Яғни мұнафиқ сондай мұсылмандарға қатты зиян келтіретін адамдар. Енді бұлардың сипаты келген. Әрбір аятқа иншалла келесі дәрісімізде Алла насіп етсе тоқталармыз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім берсін. Сол пайдалы білімге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.